Баршаңызға сәлем достар, сіздермен компьютермен жұмыс ету арнасы және де мен Қайыпберген Жадыра. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз документтің расширениесін ауыстыру. Мысалға Word'дан PDF-қа, PDF-тан басқаға деген секілді осылай расширениені өзгерту жолын көрсететін боламын. Ол үшін интернетке конвертация Word в PDF немесе Excel в Word деген сияқты енді қай документтен қайсыған ауыстырасыз, соған байланысты жазасыз. Мен мысал ретінде Word в PDF деп жазып Enter'ді басамын. Мінекей біздерге әртүрлі сайттар шықты. Осыны кез келген таңдаймыз. Мен біріншісін таңдап көрейін. Сол кезде бізге осындай экран ашылды. Выбрать Word файл дегенді басамын. Осы жерден кез келген Word файлды таңдаймыз. Мен рабочий столдағы осы 3А деген таңдайын, открытті басамыз. Емді оң жақ шетте конвертация в PDF деп тұр. Соны басқан кезде бізге конвертация жүреді. Күте тұрамыз. Конвертация жасалды. Енді скачать PDF дегенді басамыз. Сол кезде осы біздің папкамыз жүктеледі. Мінеке жоғары шетте жүктелді деп галочка шығып тұр. Сол жерден басып файлымызды ашып көрсек болады. Негізінен загрузки деген папкада сақталады. Мінеке PDF форматқа айналды. Енді басқа да жолдарын көрейік. Мысалға Excel'ді Word'қа айналдырайық, немесе PDF-қа айналдырайық. В общем, басқа да варианттарды көрейік. Мына жерде айта кететін, мінеке осы сайттың ішінде жалпы PDF-қа қатысты біраз ауыстырулар жасауға болады. Word'ты PDF-қа, PDF-ті JPEG-қа деген сияқты, PDF-ті PowerPoint-қа деген сияқты. Мына жерде көп деген түрлер тұр. Осының біреуін таңдап, дәл жаңағыдай өзіңіздің документіңіздің форматын осылай расширениесін ауыстыруға болады. Енді конвертация Excel в Word деп жазып көрейік. Бізге басқа да сайттар шығарды. Енді осы жолға мына басқа сайтты көрейік. Алғашқы тұрған сайтты. Бұл сәл бөліктеу. Мысалға, мында Excel'ді Word'қа айналдыру деп шығып тұр. Осы жерден выбратты басып документті алуға болады. Немесе XLS дегенді бассаңыз, мысалға, сіздің документіңіз қандай, немесе суретіңіз қандай, аудио қандай, видео қандай форматта, соны таңдап аласыз. Сосын соны қандай форматқа ауыстыру керек, соны мынау док деп тұрған жерді басып, осылай форматын таңдап алуға болады. Бұл жерде кішкене более түсініктірек болады. Осы сайтпен де жұмыс істесеңдер болады. Аты Convertio деп тұр. Осыны да таңдап, біз форматын ауыстыруымызға болады. Мінеке өте оп-оңай онлайн түрде, тіпті бұны телефон арқылы да жасауға болады. Егер де дәл осы видео сіздің пайдаңызға жараған болса, осы видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басып кетуіңізді сұраймын. Каналға тіркеліп, достарыңызбен де бөлісе отырыңыз.